Бүгін сіздермен бауыр туралы, оның саулығын қалай бақылауға болатыны, және бауырда мәселе бар екенін қандай белгілер арқылы байқауға болатыны жайлы болмақ. Бауыр адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Ол бір ғана емес, жүздеген қызмет атқарады, зат алмасуға қатысады, ағзаға түскен уыттарды залалсыздандырады, ас қорытуға көмектеседі, витаминдерді қор ретінде жинайды. Бауыр өте белсенді орган, онда минут сайын мыңдаған биохимиялық процесс жүреді. Жас адамның бауыры шамамен 1,5 килограммдай болады, бірақ жас ұлғайған сайын бауыр жасушалары біртіндеп азайып, оның салмағы да төмендейді. Бауырдың негізгі жасушалары гепатоциттер. Бұл жасушалар энергияға өте бай, олардың ішінде көптеген митохондриялар бар, сондықтан бауыр ағзадағы ең жұмысбасты мүшелердің бірі саналады. Бауырда ағзаға қажетті көптеген маңызды заттар түзіледі. Мысалы, біздің қанымыздағы көптеген ақуыздар дәл осы жерде синтезделеді. Соның ішінде альбумин сияқты белоктар бар, олар қан құрамын тұрақты ұстап тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қанның ұюына қатысатын көптеген факторлар да бауырда түзіледі. Егер бауыр дұрыс жұмыс істемесе, ақуыз яғни белоктың алмасуы бұзылып, ағзада түрлі мәселелер пайда болады. Бауыр көмірсулар алмасуына да белсенді қатысады. Қандағы глюкоза деңгейі төмендеген жағдайда, бауыр басқа заттардан глюкоза түзе алады. Сонымен қатар артық глюкозаны гликоген түрінде жинап, қажет болған кезде қайтадан энергия көзі ретінде пайдаланады. Бауыр май алмасуына да қатысады. Холестерин, триглицеридтер, фосфолипидтер және кетон денелері осы жерде өңделеді. Сондықтан бауыр ағзаның жалпы энергия теңгерімін сақтауда өте маңызды рөл атқарады. Бауырдың тағы бір аса маңызды қызметі детоксикация, яғни ағзаға түскен уыттарды бейтараптандыру. Біз күн сайын көптеген зиянды заттарды қабылдаймыз. Олар ауа арқылы, тағам арқылы немесе тұрмыстық химия арқылы ағзаға кіреді. Тағамдағы түрлі бояғыштар, хош иістендіргіштер, консерванттар, қоспалар, бұлардың бәрі ағза үшін улы болып саналады. Бұл заттар қанға сіңген соң алдымен бауырға келеді, сол жерде залалсыздандырылады. Тек сырттан келген улы заттар ғана емес, ағзаның ішінде де күн сайын түрлі қалдық заттар түзіледі. Мысалы, гормондар өз қызметін атқарып болған соң, жүйке жүйесінің медиаторлары пайдаланылған соң, олардың бәрі де бауырға жеткізіліп, өңделеді. Бауыр оларды бейтараптандырып, ағзадан шығаруға дайындайды. Бауыр ас қорыту жүйесінің де маңызды бөлігі. Ол өт түзеді, ал өт майларды қорытуға көмектеседі. Өттің тағы бір қызметі ағзадағы уыттарды ішек арқылы шығару. Яғни бауыр улы қалдықтарды жинап, оларды өтке қосып, ішек арқылы сыртқа шығарады. Егер өттің түзілуі немесе шығуы бұзылса, онда ас қорытуда нашарлайды, ал улы заттар ағзада жинала бастайды. Сонымен қатар бауыр көптеген дәрілік препараттарды да өңдейді. Қандай дәрі қабылдасақ та, олардың басым бөлігі бауыр арқылы өтеді. Алкогольде дәл осы жерде ыдырайды. Бауыр алкогольді алдымен ацетальдегид деп аталатын улы затқа айналдырады. Кейін ол басқа ферменттердің көмегімен бейтараптандырылып, ағзадан шығарылады. Бауыр тағы бір маңызды қызмет атқарады. Ол витаминдердің қоймасы. Мысалы, А, Е, Д3, В9, В12 витаминдері және темір мен мыс сияқты минералдар бауырда қор ретінде жиналады. Сондықтан бауырдың саулығы бүкіл ағзаның жағдайына тікелей әсер етеді. Енді бауырда мәселе бар екенін қандай белгілер арқылы байқауға болатынына тоқталайық. Ең алдымен айта кететін нәрсе, бауыр ұзақ уақыт бойы үнсіз жұмыс істейді. Оның ішінде ауырсыну рецепторлары жоқ. Сондықтан бауыр ауырғанда емес, үлкейген кезде ғана ауырсыну сезіледі. Бауыр үлкейіп, оның сыртындағы қабықша керілген кезде ғана адам оң жақ қабырға астында ауырсынуды сезе бастайды. Бауыр нашар жұмыс істей бастағанда, ағзада улы заттар жиналып, адам өзін үнемі әлсіз сезінеді. Шаршау, күш-қуаттың азаюы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, зейіннің шашыраңқы болуы, бұлардың бәрі де ағзаның улануының белгілерінен. Кейде теріде пигменттік дақтар пайда болады немесе тері түсі өзгере бастайды. Гормондардың залалсыздануы бұзылған кезде де түрлі белгілер байқалады. Мысалы, әйелдерде етеккірдің көп келуі, циклдың бұзылуы немесе кеуде ауруы байқалуы мүмкін. Ер адамдарда кеуде бездерінің ұлғаюы сияқты жағдайлар кездеседі. Бауыр ауруының тағы бір белгісі терідегі тамырлы жұлдызшалар. Сонымен қатар алақанның қызарып кетуі де бауырмен байланысты.
Кейде денеде ісіну пайда болады. Бұл бауырда синтезделетін белоктардың азаюымен байланысты. Тағы бір белгі қанның тез кетуі немесе қызыл иектің жиі қанауы. Холестерин алмасуы бұзылған кезде теріде май түйіндері немесе ақ түсті кішкентай түйіршіктер пайда болады. Бұл да бауырдың дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Өттің ағуы бұзылған кезде таңертең жүрек айнуы, бас ауруы, майлы тағамдарға жиіркеніш, оң жақ қабырға астында ауырлық сезімі байқалады. Кейде нәжіс түсі ашық болып кетеді, ал көздің ағы мен тері сарғыш түске ене бастайды. Бауыр аурулары әртүрлі болады. Гепатиттің әр түрлері, майлы гепатоз, алкогольдік зақымдану, цирроз немесе фиброз. Бірақ бауырдың бір ерекше қасиеті бар, ол өте жақсы қалпына келе алады. Егер зақымдануға себеп болған факторлар жойылса және дұрыс ем қолданылса, бауыр жасушалары қайта жаңарып, қызметін қалпына келтіре алады. Бауырды тексеру үшін қан анализдері жүргізіледі. Әдетте АЛТ, АСТ, билирубин, сілтілі фосфатаза сияқты көрсеткіштер қаралады. Сонымен қатар ультрадыбыстық зерттеу арқылы бауырдың көлемі, құрылымы және майлы өзгерістер бар жоғын анықтауға болады. Кей жағдайда фиброскан, компьютерлік томография немесе МРТ сияқты тереңірек зерттеу әдістері қолданылады. Ең маңыздысы бауырға зиян келтіретін себепті анықтау. Егер мәселе алкогольде болса, оны тоқтату керек. Егер майлы гепатоз болса, тамақтануды өзгерту қажет. Ал өттің тоқырауы болса, соған сәйкес ем жүргізіледі. Дұрыс тамақтану, витаминдер мен пайдалы майлар, амин қышқылдары және дәрігер ұсынған ем бауырды қалпына келтіруге көмектеседі. Бауыр өте төзімді әрі қайта қалпына келе алатын орган. Егер оған дұрыс күтім жасап, зиянды факторларды азайтсақ, ол өз қызметін қайтадан жақсы атқара бастайды. Сондықтан ағзаның берген белгілеріне құлақ асып, бауырдың жағдайын уақытында тексеріп отырған дұрыс. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.